Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай печеньенің рецептімен келдім. Дүкендегі печеньелер қалай дайындалды, қалай сақталды деп ойланып отырып жегенімше өзіміз дайындап жейік. Ыдысымызға алдымен бір жұмыртқа, шекер және ванилин салып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 100 грамм картофельдің крахмал және 100 грамм сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнның бір бөлігін және бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның екінші бөлігін салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Қамырды қатты қылып илемейміз, печеньелер қатты болып шығуы мүмкін. Қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін алып, қолымызбен аунатып жайып, шіңішке және ұзыншақ формаға алып келеміз. Дайын болған қамырды теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Дайын болған қамырларды қолымызбен кішкене осылай басып шығамыз, жалпақтау болу үшін. Ендеше печеньеге форма беру үшін осылай үйдегі кәдімгі вилкамызды қолданамыз. Өте оңай және қарапайым әдіс, бөлек формаларды қажет етпейді. Осылай печеньелерді листімізге теріп шығамыз. Печеньелердің ортасын кішкене сулап, үстіне мак сеуіп шығатын боламыз. Мінекей өте қарапайым және арзан ингредиенттерден тұратын печеньеміз де дайын. Рецепт пайдалы болған болса лайк басып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.